Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзім жасап көрген қуырылған манты рецебімен бөліскім келіп отыр. Рецепт өте қарапайым, бастысы өте тойымды, ұяттылығы да бар, өте оңай жасалады. Ол үшін бізге бар жоғы пияз және майдаланған ет керек болады. Пияздың көлеміне қарай алсаңыздар болады. Мен пияздың 5 данасын алдым. Өте үлкен емес пияздарым, орташа. Егер сіздің пияздарыңыз ірілеу болса, 3 данасы жеткілікті. Мінекей, пияздарыңызды майдалап, пышақтың көмегімен турап, үлкендеу ыдысқа салып, үстінен тартқызылған етті салып, майлы ет салсаңыздар да тіпті жақсы болады. Аздап құйрық қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі массаға келтіріп, араластырып қойған салмамызды бір шетке алып қойып, келесі этапқа қарай көшеміз. Етті барынша қой етін қолдансаңыздар, қойдың еті фарш ретінде өте керемет үйлеседі. Жоқ болса, жай ғана сиырдікі немесе жылқыныкі де жарай береді. Бірақ барынша жас малдікі болған дұрыс, себебі бұл тағам өте жылдам піседі. Соған қарай ет таңдасаңыздар да болады. Ауыр етті қош көрмейтін кісілер жай ғана тауық етін қолдануға болады. Мүлдем диеталық кісілер картоп, асқабақпен де қолдануға болады. Ішіндегі арасындағы салмасы еш сіздерге зияны жоқ. Әркім өзінің қалауына қарай өзгерте береді. Келесі кезекте біз қамыр орнына дайын лаваштарды қолданатын боламыз. Бұл жолы мен лаваштарды өзім пісірген жоқпын. Өте көп қажет болмады. Сол себепті дүкеннен дайын ала қойдым. Ішінде 5-еу шықты. Жақсы пісірілген екен. Сіздерде дайын түрін қолдансаңыздар да жарай береді. Үйде өздеріңіз пісірсеңіздер де болады. Лаваштың қалай дайындалу керектігі менің басқа рецепттерімде көрсетілген. Астында ссылкасын қалдыра кетемін. Қажет десеңіздер сол жерге көріп дайындауға болады. Мінекей, лаваштарымды мен дөңгелек шеңбер пішінде пісірілген болғандықтан өзіме ыңғайлы етіп 4-ке бөліп алдым. Жалпы өздеріңіз үлкен етіп пісірсеңіздер 4 бұрышты қылып кесуге де болады. Мен бұл жерде шағын 4-ке бөліп 3 бұрыштылау болып шықты. Өздеріңізге ыңғайлы етіп кесесіздер. Майда-майда қылып жасаймын десеңіздер де еріктеріңіз. Ол кезде бөліктерін шамалы кішірейтіп аласыздар. Мен өте майда қылып жасаған жоқпын. Тірлігім өнімдіреу болсын деп 4-ке ғана бөлдім. Дайын бөліп алған қамырларымыздың жекелеп жазып алып, арасына салмасын салып, орауға кірісеміз. Ораудың түрі бар, әркім өзінің қалауынша орады. Бастысы ішіндегі салмасы ақтарылып шығып кетпеу керек. Ештеңемен қыстырудың қажеті жоқ. Зубочисткалармен, басқа да құрылғылармен қыстырудың қажеті жоқ. Ашылып кетпейді, уайымдамаңыздар. Бастысы салманы қуырған кезінде майға қарай төгіліп кетпейтіндей етіп орасаңыздар жеткілікті. Мінекей, барлығын дәл осы әдіспен орап шығамыз. Өте жылдам болады, жоғарыда айтқанымдай. Тірлік өте өнімді болады. Міне, барлығын орап алдық. Келесі кезең бізде қуыру кезеңі. Қуыратын кезде табамызға майды өте көп
құймаймыз. Бар жоғы 1 сантиметр қалыңдықта май құйсаңыздар жеткілікті. Табаны май жауып тұру керек. Май жақсылап қызығаннан соң мантыларымызды орналастырып, екі бетін кезек-кезек айналдырып қуырып аламыз. Өте жылдам қуырылады. Майдың астын өте қатты қойып қоймаңыздар. Мінекей, сіздер бір басын салып, екінші басына қарай жетемін дегенше, уже бірінші салған мантыларыңыз қуырылып болады. Арасы пісу шарт емес. Бастысы беті қызарып алса болды. Жылдам қуырылады, жоғарыда айтып өттім. Егер майдың астын сәл қаттырып қойып қойсаңыздар, маған ұқсап, сәл бір-екеуін күйдіріп алуыңыз да мүмкін. Сол себепті алауға мән береміз. Достар, егер сіздер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Көпшіліктеріңіз мені тіркелмесі қарайды екенсіздер. Өтініш тіркеле кетіңіздер. Сіздермен әркез рецепт бөлісуге асығамын. Сіздердің әрқайсыңыздың орныңыз мен үшін ерекше. Егер рецепт ұнап жатса, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Рецепт алып болған екен лайк басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаса кетсеңіздер, сіздермен қуана-қуана кері байланыс жасайтын боламын. Мінекей барлық мантыларымызды қуырып алдық. Өте жылдам қуырылады. Және мантыларымызды қуырып болғаннан соң, үстіне қосымша тағы да май құямыз. Міне барлығы қуырылып болды. Табаға май құямыз көптеу етіп. Алдын ала аршып, тазаланып алған картоптарымызды қып-қызыл қылып екі бетін қуырып алатын боламыз бұны да. Жалпы бұл мантының ерекшелігі арасында картоп сияқты да піседі. Оны как подлив ретінде беруге де болады. Міне өте жылдам піседі. Қоспасы да ауыр емес. Өте көп нәрсе қажет емес. Рецепт өте жеңіл. Әрбір үйде табылатын заттардан ғана жасаймыз. Бастысы өзімізге жақын адамдармен керемет дәмді ас жасап бөліскенге не жетсін. Міне картоптарымызды жылдам ғана қуырылып бітті. Енді артық майларды бос ыдысқа қайтып сүзіп құйып алатын боламыз. Себебі өте көп май қажет емес бізге. Майды ауыстырып құйсаңыздар да жарайды, түбіндегісін қалдырып қуырсаңыздар да болады. 1-2 дана пиязды майға салып, қып-қызыл етіп қуырасыздар. Пиязымыз жақсылап қуырылып болғаннан соң, үстіне әркім өзінің қалауынша болгар бұрышы, жанду және 2 дана кішірек чеснок қостым мен, 2 түйір жеткілікті. Кейінгі салған салмамызды өте қатты езіп қуырмаймыз. Шамалы тірі күйінде қалу қажет. Өте қатты қуырып жіберсеңіздер, кейіннен тамағымыз соңына қарай пісемін дегенше асты күйіп кетуі мүмкін. Сол себепті шамалы тірі күйінде қалдырамыз. Видеоға мән бересіздер. Дәміне қарай аздап қана тұз саласыздар. Приправа қалайтын кісілер оны да салса жарайды. Үстіне қуырылған картоптарымызды саламыз. Және қуырылған мантыларымызды оның үстіне қойып, табаға бір келкі барлығы бірдей сиятындай етіп орналастырамыз.
сыймай жатса, менікі шамалы сыюға қиналды. Сонан соң бір қырлап қойдым. Солай қырмен тігінен тұрғызып қойсаңыздар, көптеп мантыларыңыз сыятын болады. Еш уайымдамайсыздар. Мінекей барлығын тігінен тұрғызып қойып жатырмын қырынан. Барлығын орналастырып болғаннан соң, үстіне 300 грамм су құйып, табанын қақпағын жауып, су қайнағаннан соң, төмен алауда тағы да 20-25 минут піседі де, сонан соң дайын болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте тойымды, қарапайым және күнделікті дастарханыңызға шамалы өзгеріс беріп отырасыздар. Әртүрлі безендіріп, қалауларыңызша әсемдеп, дастарханға тартсаңыздар болады. Ас болсын.